наурыз алғыс айту күні болып 2016 жылдан бастап атап өтілуде. 2016 жылға 14 қаңтарда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылған күні 1 наурызда елімізде алғыс айту күні деп жариялап, нөмірі 173-ші жарлыққа қол қойған болатын. Баршаңызға алғыс айта отырып, мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Алғыс айту күні күрделі заманды иық тіресе бірге еңсеріп, қысқа мерзім ішінде елбасының басшылығы мен тәуелсіз Қазақстанды құру жолында аянбай тер төккен еліміздің барлық азаматтарының бір-біріне құрмет білдіретін күні. Аллаға әуелі мың алғыс, тірлікті мынау жаратқан, анаға шексіз рахмет, ақ сүт берген толғатқан, әкеге айта мың алғыс, ұрпақтар жібін таратқан, бауырға туған рахмет, қолдаған сүйеген жұбатқан, ұстазға ұлы рахмет, нәрмен білім сусатқан, балалық досқа рахмет, қуанған бірге мұңдасқан, сол жанға айта мың алғыс, сезімі үшін жылытқан, қалқыма туған рахмет, шындаған елге танытқан. Әуелі алғыс Аллаға, жер мен көкті жаратқан, адам ата мен Хауанадан саналы пенде таратқан. Еліме шексіз алғысым, хақ үшін салған бар күшін, елбасы салған дара жол, рухани асқақ мән үшін. Одан соң алғыс әкеме, тілегім болып табылған, тек жақсыны табасың бойдағы қылқанымны. Арайлы таңға рахмет, көрсеткен маған күн көзін, қызарған күнге рахмет, өткізген сәттік күн үшін. Дос дегенің бауырың, ол сырласың, қиналғанда сырыңды айтар мұңдасың. Шын достыққа тең келмейді ештеңе, алғыс айтып достық жыры жырлансын. Аллаға әуелі рахмет, тірлікті мынау жаратқан, анаға шексіз рахмет, ақ сүт берген толғатқан, әкеге айтам мың алғыс, ұрпақтар жібін таратқан, бауырға туған рахмет, қолдаған сүйген жұбатқан. My dear teachers, I wish you happiness in knowledges you trust and let your work be wonderful. Please smile and be happy. Аялап бізді өсірген, қатем болса кешірген, айтқанымды орындап, еркелетіп өсірген, жанға шуақ сыйлаған, жан анама мың алғыс. Жол көрсетіп біздерге, салып берер ізіде, біліммен бізді сусытқан, жан ұшырып оқытқан ұстазыма мың алғыс.